Сәлем достар, ұбт-да көп кездесетін, жиі кездесетін логарифм теңсіздігін бір күн қарастырып көрейік. Жалпы осыған ұқсаған есептер біздің арнада өте көп, сондықтан каналға тіркеліп, қоңырауды басып қойыңдар. Теңсіздікті шешіңіз. Логарифм x қосылған 7 кішіне тең 2-ден. Бұл жерде бірден мына нәрсені түсініп алу керек. Лг деп бізде негізінде 10-дық логарифм жатыр. Оны былай көшіріп алайық. X қосылған 7 негізінде 10 деп. Кіші не тең. Енді 2 көбейтілген 1 деп қарастырайық. Неге олай жаздық? Өйткені оң жағында да бізде логарифм түрінде жазуымыз керек. Теңсіздіктің оң жағында. Сонда логарифм 10 негізінде 10 деп жазамыз. Ереже бойынша аргументімен негізі тең болса, ол бізде 1-ге тең. Сондықтан мына 1-ді біздер логарифм 10 негізінде 10 деп жаздық. Неге 10 негізінде 10? Өйткені сол жағында бізде негізінде 10 болып тұр. Енді логарифм x қосылған 7 негізінде 10 кішіне тең. Тағы да логарифмдардың ережесі бойынша логарифм алдындағы тұрған сан аргументтің дәрежесі ретінде жазсақ болады. Сөйтіп логарифм 10-ның квадраты негізінде 10 деп жазып аламыз. Ары қарай негіздері тең болғандықтан біздер логарифмдарды өлшеп тастасақ болады. Сөйтіп x қосылған 7 кішіне тең 10-ның квадраты ол бізде 100. Ол бірінші теңсіздігіміз. Екінші теңсіздік логарифмнің аргументі теріс сан бола алмайды. Сондықтан x қосылған 7 үлкен не тең деген, үлкен 0-ден деген шарт қоямыз. Сөйтіп теңсіздіктер жүйесін шешеміз. Плюс 7-ні теңсіздіктің оң жағына өткіземіз. X кішіне тең 100 азайтылған 7 болып өтеді. Ал екінші теңсіздігімізде плюс 7 тағы да оң жаққа өткіземіз. Ол x үлкен минус 7-ден деп жазып аламыз. Сөйтіп x кішіне тең 93 болады. Біріншісінде, екіншісінде минус 7-ден үлкен болады x-іміз. Болды. Енді оның барлығын біздер сандық түзуде көрсетейік. Алдымен минус 7, сосын 93-ті белгілейміз. Енді 93-ті боядық, өйткені бізде теңдік белгісі бар, ал екіншісінде қатаң теңсіздік, сондықтан оны боямаймыз минус 7-ні. Минус 7-ден үлкен сандар оң жағында орналасады, ал 93-тен кіші сандарды біздер былай қарай белгілейміз. Екеуінің қиылысқан жері біздің шешіміміз болады. Сөйтіп минус 7 және 93. Тік жақша, мына жақта жай жақша. Теңсіздіктің шешімі осы болады. Жауабымыз А.